11-ші қатарды тоқып бітірдім. Әр аркының ішінен 2 тор көзін шығардым. Енді келесі 12-ші қатар тоқитын боламыз. Мен біріктірдім уже бұл жерде. Так, 12-ші қатарда бір үрмелі шар аламыз да, дәл сол бағанағы біріктірген жерімізден алып бір тор көзін істейміз. Бір тор көзі пайда болды. Енді біз 3 тор көзін аламыз. 1, 2, 3. 2 тор көзді тастап кетеміз да, келесі тор көзге кіргізіп, бір тор көзін шығарамыз. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3. 2 тор көзді тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден бір тор көзін шығарамыз. Тағы да 1, 2, 3. 3 үрмелі шар алдық, 2-ін тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден бір тор көзін шығарамыз. Тағы да 1, 2, 3. Так, 2-ін тастап кетеміз, келесі тұрған тор көзден бір тор көзін шығарамыз. Дәл осылайынан соңына дейін істейсіздер. Мен болдым. 3 тор көзден алып, түгел істеп шықтым. Енді келесі қатарды тоқитын боламыз. Келесі мұнан соңғысын тоқитын боламыз. Яғни біз қазір бір үрмелі шар аламыз. Бұл енді соңғысы кішкене өзгешелеу болады. Крючокқа жібімізді іліп аламыз да, бағанағы бірінші тоқыған, бірінші тұрған тор көзімізге крючокты кіргізіп, жіпті іліп алып шығамыз. Кейін мына 2 тор көзден өткіземіз. Кейін енді осы екеуінен өткіземіз. Бізде осындай арка шықты. Енді бір үрмелі шар аламыз да, арканың ішіне крючокты өткізіп, бір тор көзін шығарамыз. Енді 3 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3. Келесі тұрған арканың ішіне кіргізіп, бір тор көзін істейміз. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3. Келесі тұрған арканың ішіне кіргіземіз. Енді 4 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3, 4. Келесі тұрған арканың ішіне кіргізіп біріктіреміз. 3, 3, 4. Дәл осылайынан жалғастырамыз. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған аркаға кіргізіп біріктіреміз. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған арканың ішіне кіргізіп біріктіреміз. Енді 4 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған арканың ішіне крючокты кіргізіп біріктіреміз. Дәл осылайынан жалғастыра бересіздер. 3, 3, 4. 3, 3, 4. Тағы да солай 3, 3, 4. Осылайынан соңына дейін істей бересіздер. Соңғысына келдім. Яғни соңғысында мен 4 алдым. Енді 3 алдым. Енді 4-шісін жүргізуіміз керек. 4-шісін жүргізетін кезде, яғни 1, 2 үрмелі шар аламыз. Сосын бағанағыдай крючокқа жібімізді іліп аламыз да, бірінші тұрған тор көзге крючокты кіргізіп, ішінен жіпті іліп шығарамыз да, мына 2 жіптің ортасынан өткіземіз. Кейін мына 2-інен өткіземіз. Бізде 4-шісі шықты. Енді біз келесі қатарды тоқимыз. Ол үшін бізге 2 үрмелі шар керек. Яғни біз бұл қатарда тоқығанда бағанағы 4 баған тоқыдық қой, сол арканың ішінен
9 баған шығарамыз. Біз қазір бұнда 4 баған шығарамыз. Кейін соңына келген кезде қалған бағанын шығарамыз. Яғни 5 бағанды шығарамыз аяқтан. Бізде бірінші бағаны шықты. Келесі 3 бағанды шығарамыз. Екіншісі 1, 2, 3, 4 баған шығардық. Бірден келесі тұрған аркын ішіне біріктіреміз. Яғни мінекей бір тор көзін шығарамыз. Кейін осыдан 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған аркын ішінен бір тор көзін шығарып біріктіреміз. Кейін бағана 4 үрмелі шар алдық қой. Сол аркын ішінен енді 9 баған шығарамыз. 1 баған, 2 баған, 3-ші баған, 4-ші баған, 5-ші баған, 6, 7, 8, 8, енді 9 баған шығардық. Бірден келесі тұрған арканың ішінен бір тор көзін шығарамыз, яғни біріктіреміз. Тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған арканың ішінен біріктіреміз. Кейін келесі аркадан тағы да 9 баған шығарамыз. Дәл осылайынан қайталап істейсіздер. Мұнан 9 баған шығарасыздар да бірден бір тор көзін шығарып біріктіресіз. Сол жерден 3 үрмелі шар алып, келесі арканың ішінен тағы да біріктіріп, бірден тағы да 9 бағанды алып шығасыздар. Соңына келгенде міндетті түрде түсіндіремін. Мінекей біз 14-ші қатардың соңғысына келдік. Байқасаңыздар, бәрін тоқып шықтым. Енді соңғы арканың ішіне біз 5 баған алатын боламыз. Біз 4-еуін басында тоқыдық қой. Енді 5 баған аламыз. Бірінші бағаны, келесі 2-ші баған, келесі 3-ші баған, келесі 4-ші баған, келесі 5-ші бағанды аламыз. 5-ші бағанды алдық. Енді біз біріктіретін кезде жібімізді кішкене осылай ұзартыңқырамыз да крючокты керісінше бірінші тұрған тор көзіміздің ортасына кіргізіп, жіпті іліп аламыз да сол екі ортадан өткізіп шығарамыз. Яғни біз осылайынан біріктіреміз. Біріктіріп болдық. Бізде 14-ші қатар дайын болды. Енді 15-ші қатарды тоқитын боламыз. 2 үрмелі шар аламыз, 1-2, тағы да 1 үрмелі шар аламыз. 3 болды, яғни бізде бірінші баған пайда болды. Енді келесі 2-ші баған тоқимыз, яғни крючогымызды кіргізіп, ортасынан өткіземіз да 2-ші бағанды шығарамыз. Тағы да 1 үрмелі шар аламыз. Келесі 3-ші бағанды тоқимыз, крючокты артынан кіргіземіз да ортасынан өткізіп, кері шығарып, жіпті іліп аламыз. 3-ші баған 1 үрмелі шар. Тағы да соңғы тұрған бағанды аламыз. Енді бұл жерде ешқандай үрмелі шар алмаймыз. Бірден арканың ішіне кіргізіп, бір тор көзін шығарып, осылайынан біріктіреміз. Бірден келесі бағандарды тоқимыз. Яғни крючокты өткіземіз бірінші бағаннан. Бір баған шығарамыз. 1 үрмелі шар аламыз.
келесі екінші бағанды шығарамыз. Бір үрмелі шар аламыз. Келесі үшінші бағанды шығарамыз. Бір үрмелі шар. Келесі төртінші бағанды шығарамыз. Бір үрмелі шар аламыз. Келесі бесінші баған. Бір үрмелі шар аламыз. Алтыншы баған. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Келесі жетінші баған. Бір үрмелі шар аламыз. Келесі сегізінші баған. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Келесі тоғызыншы баған. Яки соңғы бағанды тоқыдық. Енді бірден келесі тұрған арканың ішіне крючокты өткіземіз де бір тор көзін шығарып осылайына біріктіреміз. Енді бірден жаңағыдай келесі бағандарды жүргізіп шығасыздар. Дәл осылайынан соңына дейін. Мінекей соңына келдік. Енді соңғысындағы 5 бағанды тоқитын боламыз. Жаңағыдай мінекей бірден бағандарды тоқимыз. Мінекей бірінші баған, яғни ортасынан өткіземіз. Бірінші бағанды аламыз, бір үрмелі шар аламыз. Келесі бағанды тоқимыз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Келесі бағанды тоқимыз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Енді келесі бағанды тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз. Енді соңғы бағанды тоқимыз. Бір үрмелі шар аламыз. Мына бізде бірінші тұрған бірінші тоқыған бағанымыз бар ғой. Соң ортасына, яғни арканың ішінен алып біріктіреміз осылайынан. Мінекей болдық. Енді келесі қатар тоқимыз. Келесі 16-шы қатарды тоқитын боламыз. Так, 2 үрмелі шар аламыз. Бұл бізде бірінші баған. Енді арканың ішінен тағы да бір баған аламыз. Аяқтамаймыз. Неге 2 тор көзді енді бірге өткізіп біріктіреміз. 2 үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған арканың ішінен дәл осылай 2 баған шығарамыз, бірақ аяқтамаймыз. Кейін крючокта тұрған 3 тор көзінен жіпті өткіземіз. Неге үшеуінен жіпті өткізіп біріктіреміз. Енді бізде неге соңғы және де басында тұрған бірінші аркалар бар ғой. Соңғы арка мен бірінші арка. Сол арада біз тек бір үрмелі шар аламыз да, неге бұл жерден енді тек бір баған шығарамыз. Тоже аяқтамаймыз бұны да. Бірден келесі тұрған бағандарымыздың бірінші тұрған бағанынан, аркасынан тоже бір баған шығарамыз да, енді үшеуін бірге өткізіп біріктіреміз. Мінекей. Енді бір үрмелі шар аламыз. Келесі тұрған бағандарды енді бағанада 2 бағаннан тоқып шығамыз. Келесі тұрған арканың ішінен 2 баған шығарамыз. Біреу, екеу. Екеуін біріктіреміз. Тағы да бір үрмелі шар аламыз. Келесі арканың ішінен тағы 2 баған шығарамыз. Біреу, екеу. Бірге біріктіреміз. Так, мен мына жерде қателесіп кеттім, кешіріңіздер. Яғни неге мына жерде біз бір емес 2 үрмелі шар аламыз. Неге мына жерде 2 үрмелі шар аламыз. Яғни біз соңғысын біріктірген уақытта тек бір үрмелі шардан ғана аламыз да, қалған арканың ішінен өткізетін 2 бағандардан 2 үрмелі шар аламыз. Яғни неге 2 үрмелі шар алдық, енді 2 бағанды біріктіреміз. Тағы 2 үрмелі шар аламыз.
келесі арканың ішінен тағы да 2 баған шығарып аяқтамаймыз, онда бірге біріктіреміз. Неге бізде келесі үшіншісін істейміз. Екеуін істедік, енді үшіншісі тоже 2 баған шығарамыз, біріктіреміз. Енді 2 үрмелі шар аламыз. Енді төртіншісін істейміз. 1, 2, аяқтамаймыз, біріктіреміз. 2 үрмелі шар аламыз. Келесі соңғы бағанды істейміз. Неге? Так, мінекей біз яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 алдық. Мінекей соңғысын біріктіреміз. Яғни 1 үрмелі шар аламыз. Бірінші тұрған торкөзден біреу арканың ішінен, келесі тұрған арканың ішінен тағы 1 баған аламыз. Енді осыны біріктіреміз. Тағы да 1 үрмелі шар аламыз. Тағы да дәл солайынан жалғастырамыз. Мінекей түгелмен тоқтым. Енді соңғысына келдім. Неге бізде соңғы арканың ішінен 1 баған шығарамын. Келесі тұрған арканың ішінен екінші бағанды шығарамын. Енді 3 торкөзден жіпті іліп алып өткіземін. Тағы да 1 үрмелі шар аламын. Келесі арканың ішіне кіргізіп, тағы да 2 баған шығарып, оны бірге біріктіремін. Так, енді тағы да 2 үрмелі шар, келесі аркадан 2 баған аламын. Екеуін бірге аяқтамаймыз, екеуін бірге қосып біріктіреміз. Тағы да 2 үрмелі шар. 1, 2, екеуін біріктіреміз. Тағы да 2 үрмелі шар. Соңғысына келдік. 1, 2. Тағы да 2 үрмелі шар аламыз да. Міне бізде бағанағы бірінші бағанның аркасы тұр, бірінші бағанның торкөзі тұр ғой. Соған кіргіземіз. Кіргізіп, осылайынан біріктіреміз. Осылай болып шығады. Енді біз келесі соңғы қатарды тоқитын боламыз. Яғни, так, біз бағана біріктірдік қой. Енді крючокты аламыз да кері тұрған арканың ішіне крючокты кіргіземіз. Жіпті іліп алып шығамыз. Келесі тұрған арканың ішіне крючокты кіргіземіз, жіпті алып шығамыз. Енді үшеуін бірге біріктіреміз. Дәл сол арканың ішіне крючокты кіргізіп, 1 торкөзін шығарамыз. Енді 3 үрмелі шар аламыз. 1, 2, 3. Дәл сол арканың ішінен тағы да 1 торкөзін шығарып біріктіреміз. Енді тағы да осы арканың ішіне жіпті аламыз, крючокты кіргізіп, келесі арканың ішінен тағы да жіп алып шығамыз. Осы үшеуін бірге біріктіреміз. Енді келесі тұрған арканың ішіне кіргіземіз. Одан кейінгі тұрған арканың ішіне кіргіземіз. Осы үшеуін бірге біріктіреміз. Тағы да дәл сол арканың ішіне крючокты кіргізіп жіп алып шығамыз. Келесі тұрған арканың ішінен тағы да жіп алып, үшеуін бірге біріктіреміз. Енді 1 торкөзін шығарамыз. Дәл сол арканың ішінен 3 үрмелі шар аламыз.
дәл сол арканың ішінен тағы да бір тор көзін алып біріктіреміз. Кейін тағы да мінекей дәл сол арканың ішіне кіргізіп жіп іліп алып шығамыз. Келесі арканың ішіне тағы да жіп алып, осы үшеуін бірге біріктіреміз. Дәл сол арканың ішінен, келесі тұрған арканың ішінен бір тор көзін шығарамыз да, тағы да 3 үрмелі шар аламыз. Тағы да сол арканың ішіне біріктіреміз. Қайтадан сол арканың ішіне крючокты кіргізіп, жіп іліп алып шығамыз да, кейінгі арканың ішінен тағы да жіп іліп алып шығамыз. Осылай бәрін бірге біріктіреміз. Тағы да бір тор көзін шығарамыз. 3 үрмелі шар аламыз. Тағы да бір тор көзін шығарамыз. Енді тағы да сол арканың ішінен және кейінгі арканың ішінен үшеуін бірге алып біріктіреміз. Тағы да бір тор көзін шығарамыз. 3 үрмелі шар. Бір тор көзін шығарамыз. Тағы да мінекей біреу және де екеу. Біріктіреміз бәрін. Тағы да мінекей бір тор көзін шығарып, 3 үрмелі шар аламыз. Тағы да келесі тор көзін шығарамыз да біріктіреміз. Тағы да мінекей соңғысын аламыз. Мінекей бізде мұнда бір не шықты. Мінекей бір не тұр ғой, 3 үрмелі шар тұрды. Мына соңғы үшеуінде, яғни осылайынан бірге біріктіреміз. Үшеуін әр арканың ішінен алып біріктіреміз. Кейін мінекей біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 5 нені аламыз. Осындай 3 үрмелі шар аламыз өстіп. Сосын тағы да соңғы жақтарын бірге біріктіреміз. Мінекей мынаны біріктірдік, үшеу болды. Енді келесі тұрған арканың ішіне крючок кіргіземіз. Тағы да крючокты кіргізіп, осы үшеуін бірге біріктіреміз. Ешқандай үрмелі шар алмаймыз бұл жерде. Тағы да дәл солайынан біріктіреміз. Мінекей біреу и екеу. Үшеуін бірге біріктіреміз. Мінекей біреу, екеу, үшеуін істедік. Енді дәл сол мына бір арканың ішінен келесі тұрған мына осының ішінен бір тор көзін шығарамыз да, 3 үрмелі шар шығарамыз. 1, 2, 3. Тағы да бір тор көзін шығарамыз. Кейін біреу, сол арканың ішінен келесі аркадан екеу. Енді бірге біріктіреміз бәрін. Тағы да осы жерден бір тор көзін шығарамыз. 3 үрмелі шар аламыз. Бір тор көзін шығарамыз. Енді біріктіреміз біреу. Келесі аркадан тағы да біреу аламыз. Үшеуін бірге біріктіреміз. Тағы да бір тор көзін аламыз. 3 үрмелі шар аламыз. Тағы да бір тор көзін алып біріктіреміз. Кейін сол аркадан және де келесі тұрған арканың ішінен жіп алып осылайынан біріктіреміз. Тағы да бір тор көзін аламыз. 3 үрмелі шар. Бір тор көзі. Кейін тағы біріктіреміз біреу. Келесінен екеу и үшеуін бірге біріктіреміз. Бір тор көзін аламыз. 1, 2, 3. Үшеуін бірге біріктіреміз. Бір тор көзі. Енді соңғысы, соңғы үшеуі қалды. Үшеуін ешқандай нетпейміз, үрмелі шар шығармаймыз бұларда. Яғни мінекей үшеуін осылайынан біріктіреміз. Кейін тағы арканың ішінен біреу, келесі аркадан біреу. Үшеуін біріктіреміз. Тағы да біреу, келесі аркадан біреу. Үшеуін бірге біріктіреміз. Дәл енді осы арканың ішінен бір тор көзін шығарамыз да, тағы 3 үрмелі шар алып, бір тор көзін шығарып, дәл осылайынан жалғастырып істей бересіздер. 1, 2, 3, 4, 5. Осылайынан жалғастырасыздар. Бұл бізде соңғы қатарымыз. Мінекей мен тоқып бітірдім. Өте әдемі шықты.
узорлары да әдемі, бәрі біркелкі орналасқан. Менің видеоммен тоқитын болсаңыздар, ешқандай да қате кетпейді. Қарасаңыздар, узорлары ерекше, өте әдемі. Сіздер де дәл осылай тоқыңыздар. Бұл салфетка түрін әдемі дастарханыңызға қойсаңыз да болады, я болмаса басқа бір гүлдің вазының үстіне қойсаң, астына қойсаңыз да болады. Өте ерекше салфетка негізінде. Басқа да осындай әдемі салфетка түрлерін тоқығыңыз келсе, менің YouTube каналыма және де Instagram парақшама жазыла кетіңіздер. Тағы бір айта кететінім, бұл салфетка қазір бізде кішкене жұмсақ, әрі узорлары ашылып көрсетіп тұрған жоқ. Сондықтан да біз бұны келесі сабақта айтатын боламын. Яғни біздер кукурузный крахмалмен бұны қатырып, булавкалармен керіп, узорларын әдемі етіп көрсететін боламыз. Оны келесі сабағында көрсетемін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Тоқып жатсаңыздар, мені белгілеп кетіңіз.